Кеміргіштердің кейбір дыбыстардан қорқатынын білдің бе? Бұл бейнероликте біз құлақтың қалай жұмыс істейтінін және әртүрлі жануарлардың сан алуан дыбыстарды есту жолдарын талқылаймыз. Құлақтың көрінетін бөлігі оның жарғағы болып табылады. Ол дыбысты біздің құлағымызға еліктіреді. Дыбыс толқындары құлақ арнасынан құлақ пернесіне қарай өтеді. Құлақ пернесі құлақ арнасының соңындағы мембрана және ол өте сезімтал. Дыбыс толқындары құлақ пернесінің тербелісіне келіп соқтырады. Ұлу сұйықтыққа толы болады және бұл сұйықтыққа құлақ пердесінің тербелісі өтеді. Ал сұйықтықтың тербелісі құлақтың кішкентай сүйектерінің дірілдеуін тудырады. Бұл жерде 3 кішкентай сүйек бар: балғаша, төс және үзеңгі. Соңғы сүйек, үзеңгі, ұлуға апаратын басқа мембранамен байланысқан. Діріл ұлудың ішіндегі сұйықтық арқылы өтеді. Ұлудың ішінде дыбыс толқындары тербелістің электроимпульстарына айналады. Сұйықтықтың тербелісі микроскопиялық қылшықтардың қозғалуына келеді. Бұл миға есту жүйкесі бойымен жіберілетін электр сигналдарының пайда болуына келеді. Мида электр сигналдары бізге таныс әрі түсінікті дыбысқа айналады. Адамның құлақ пердесі көбінесе 20 Гц пен 20 000 Гц аралығындағы жиілікпен тербеле алады. Бұл адамның есту аралығы деп аталады. Бұл аралықтан ауытқу біздің құлақ пердесінің жиілікті женуінің тым баяу немесе тым тез екенін білдіреді. Бірақ барлық адамдарға тән деп аралық жоқ. Адамның есту қабілетінің нашарлауына көптеген себептер алып келеді. Мүмкін ол құлақ пердесінің зақымдалуы, немесе ұлудың сезімталдығының уақыт барысымен жоғалуы, не болмаса ұзақ уақыт бойы құлаққа естілген қатты шу. Әдетте есею барысында бізге естілмейтін жоғары жиіліктер кездеседі. Кәдімгі орта жастағы адам 14 000 Гц-қа дейін ести алады. Көбінесе ер адамдардың есту қабілеті әйел адамдардікіне қарағанда тезірек бұзылады. Сондықтан да әйел адам орта жастағы ер адамнан да жоғары жиіліктерді ести алады. Адамның ести алатын ауқымынан төмен кез келген жиірек инфрадыбыс, ал жоғарғысы ультрадыбыс деп аталады. Жануарлар әртүрлі дыбыс аралықтарын ести алады. Иттердің есту ауқымы 67 Гц пен 45 000 Гц-ке дейін. Яғни иттер адамдар үшін тым жоғары жиіліктерді естиді. Әртүрлі жануарларға алуан түрлі жиіліктер тән. Пілдер үлкен құлақтарымен біздікінен төмен жиіліктерді естиді. Адамдарға белгісіз, жануарларға жағымсыз жиіліктер кеміргіштер, өрмекшілер мен жәндіктер сияқты зиянкестерді қорқытуға қолданылады. Енді сен естудің қалай іске асатынын білесің. Егер сен тышқандай тыныш деген сөйлемшені естісең, шындығында бұл тышқанға емес, адамдардың оны ести алмауына қатысты екенін білетін боларсың.